Сәлем достар, сіздермен бірге кино айтушы. Мен бүгін сіздерге 2010 жылы шыққан драма, ғылыми фантастика жанрындағы Чрево фильмінің қысқаша сюжетін баяндап беретін боламын. Бейне басталмас бұрын каналға жазылып лайк басып кетіңізші, бұл сіздер үшін бірнеше секундтық іс, ал біз үшін үлкен қолдау. Ендеше кеттік. Фильм кадр артындағы дауыстың сөйлеуімен бастау алады. Өзінің ғашығына сөйлеп жатқан қыз оны әрдайым есінде ұстайтынын айтуда. Көп өтпей бізге қыздың өзін де көрсетеді. Оның аяғы ауыр. Бұл сүйікті адамның қызға қалдырып кеткен соңғы сыйлығы. Осыдан кейінгі сцена 12 жыл алдыңғы оқиғаға ауысады. Томас мұнда атасына қонаққа келген Ребекка есімді қызбен танысады. Қызды велосипед тебуге шақырып олар көп уақыттарын бірге өткізе бастайды. Тіпті Ребекка баланың үйінде ұйықтауға да қалып жүрді. Олар ұлуды бақылағанды ұнатады. Томас өмірінде мына үстел мен шөптен басқа ештеңе көрмеген, ұлуға жаны ашитынын айтады. Ал Ребекка болса өзінің ертең Жапония еліндегі Токиоға ұшатынын хабарлайды. Анасы сол жерден жұмыс тауыпты. Қоштасуында Томас оны сүйіп алады. Үйіне барған Ребекка ванна қабылдап жатқанда оған қоңырау соққан Томас ертең оны шығарып салатынын және ода бір ой бар екенін айтады. Ребекка таңғалды жолға шығу керек. Өкінішке орай Томас сол күйі келмеді. Осыдан кейін араға 12 жыл салып есейген Ребекка бұл орынға қайта оралады. Томастың анасы Жулитті тауып алып, одан Томастың қазір кішкентай айлақта өмір сүретінін біледі. Ол жерге барып есікті қағады, бірақ ешкім жауап қатпады. Ішке кіріп кереуетте жатқан бір қызды көреді, ал одан кейін Томастың өзі пайда болды. Әрине Томас оны дереу тани қойған жоқ, бірақ алдында кім екенін білгенде қатты қуанып қалды. Роуз, Томас және Ребекка үстел басына отырады. Ребекка енді Жапонияға қайта оралмайтынын, өйткені дипломды қорғап инженерияның білімін алғанын айтады. Бұл жерде өзінің артық екенін түсінген Роуз кетіп қалды. Кешке таман Ребекка өзінің сол баяғы атасының кереуетінде ұйықтайды. Ал ертесіне Томаспен кездеседі. Бұрынғы сәттерінде үстел басына отырып Ребекка қызығушылық танытады. Сол кезде сен неге келмедің және сенде қандай ой болды деп. Томас ішінде кеуіп қалған ұлуы бар сіріңкенің қорабын алып шығады. Сөйтсе Томас ұлуды сол кезде Ребеккаға бергісі келген екен. Онымен бірге Жапонияны көру үшін. Бірақ ұйықтап қалып сол күйі келе алмапты. Екеуі сүйісе кетеді. Бұл екеуіне де бір түрлі көрінеді. Бірнеше уақыттан кейін Томас өзінің демалыс күндері бір жерге кету керек екенін айтады. Жағдай мынадай екен. Жарты жыл алдын билік үлкен лайлы орынды кептіріп, оның орнына қысқа мерзім ішінде ғылыми зерттеу комплексін салыпты. Онда клондаумен айналыспақ, ал Томас болса экологиялық активистердің қатарына кіреді. Олар ғылыми орталықта шу шығармақ, таракандарды жіберіп, Ребекка да бірге баратын болып шешіп екеуі жолға шығады. Жолда келе жатқандарында Ребекка әжетханаға шыққысы келгендіктен көлікті тоқтатады. Ребекканың артынан сыртқа шыққан Томас өзіне келе жатқан көлікті байқамай қалады. Жігіттің тірі қалуға деген мүмкіндігі мүлдем жоқ еді. Қандай сезімде боларын білмеген Ребекка көлікке келіп отырады. Томастың қалдырып кеткен сіріңке қорапшасының ішінен хатты тауып алады. Онда сені қанша күтуге тура келсе де күтетін боламын деп жазылған. Жігіттің ноутбугынан оның ескі видеолар мен фотоларын қарап отырған Ребекка өзінің сүйікті адамының өлімін қабылдай алмай, оның қабіріне қайта-қайта келумен болды. Бір күні қабірде жылап отырған Томастың әкесі Ральфты жолықтырады. Ата-анасын үйіне шақырып, өзінің Томастың биоматериалын алып, құрсағында оның генетикалық көшірмесін алып жүру туралы ойымен бөліседі. Ата-анасының біріне генетикалық көшірме жасау келісіміне қол қою қажет. Анасы қыздың бұл ойына разы емес, бірақ өз ойынан қайтқысы келмеген қыз Томас арамызға қайта оралуы мүмкін деп, тіпті ол үшін балалар бөлмесінде дайындап қойыпты. Көп өтпей Ральф өзінің келісімін береді. Тек бір шарт бар. Ребекка мен бала осында қалады, ал Жулит пен Ральф бұл жерден кететін болады. Орталыққа барып барлық қажетті процедурадан өтіп, сол жерде қызмет ететін Роузды көріп қалады. Келесі сценада Ребекканың жүктілік уақытта келіп қалғанын көреміз. Ол әлі де Томастың қабіріне жиі келіп жүр. Көп ұзамай баланы дүниеге алып келеді. Ребекка Томастың өмірге қайта оралғанына өте қуанышты. 3 ай болған Томасты Ребекка өзінің баласы ретінде өсіруде. Арада 7 жыл өтіп, Томасқа дүйсенбі күні бастауыш мектепке бару қажет. Онымен әкесі жайлы сөйлесіп, сен дүниеге келгенде көлік апатынан мерт болған деп айтады. Олар бірге ванна қабылдап, уақыт зымырап өтіп, 10 жасқа келген Томас үйге өзінің достасып кеткен досы Эрикті алып келеді. Көп өтпей Томастың айналасынан сүйкімді қыз Дима пайда болады. Ребекка оны қонаққа шақырады, алайда мәдениетті түрде бас тартқан Дима кетіп қалады.
Осы кезде Эрик қыздың біреудің клоны екенін, жергілікті қауесет бойынша олардың терілері әйнек тазалағыш саситынын айтады. Ата-аналар жиналысы кезінде басқа ата-аналар Ребекканы айыптай бастайды, сен үйге көшір мені шақырдың деп. Олардың ойынша ондай адамдар қоғамның арасында жүруге лайықты емес. Сөйтсе Диманың құрсағында өсірген әйел өз анасын клондағысы келген екен. Бір сөзбен айтқанда Дина әжесінің клоны. Ребекка Томастың да клоун екенін басқалардан жасырып қалды. Баланың туылған күні де жақындап келеді. Жолда Роуз да балалардың ата-аналармен бірге тұрғанын көріп қалады. Томастың туылған күніне ешкім келмейді, тіпті Эрик те. Өйткені олардың барлығы Томас туралы барлық шындықты біліп қойыпты. Баласына ешкімнің келмейтінін айтып, бірақ барлық шындықты мойындауға батылы бармайды. Бұл ата-аналардың барлығы ақымақ деген Ребекка өз-өзін ұстай алмай жылап жібереді. Ал Томас оны құшақтап жұбатуда. Осыдан кейін Ребекка Томасты мәдениеттен алыс тек екеуі ғана бірге болатын жерге алып кетеді. Бір күні оларға ата-анасымен мұнда жақында ғана көшіп келген Марк есімді бала келеді. Ол Томаспен тез достасып кетті. Бір күні Ребекка жұмыс жасап отырғанда Томас әкесінің қалай қайтыс болғаны туралы сұрайды. Бұл сәтті есіне алу әйел үшін өте ауыр. Ертесіне олар құмда әзілдесіп алысып жатқандарында Ребекканың үстіне шығып алған Томас, мен сенімен енді қалаған нәрсемді істей аламын дейді. Ребекка бұған қарсы емес еді, алайда оларды Марк үзеді. Арада біраз жыл өтеді, Томас ержетті, оның қасында қызы Моника жатыр. Ребекка оларға таңға салып келді. Моника кетіп қалған кезде Томас оның енді бірге тұратынын айтады. Ребекка баласының бұл ойынына қарсы бола қоймады. Кешке таман бөлмесінде жатқанында екеуі Моника дайындаған пирогты алып келеді. Алайда Ребекканың асқа тәбеті жоқ екенін айтып, екеуінің артынан бақылауын жалғастырады. Келесінде екеуі бөлмесіне кіріп келгенде өтірік ұйықтап жатқандай түр жасайды. Бір күні Моника жүгіруге кеткенде Ребекка ұйықтап жатқан Томастың қасына жатады. Оның жатқанын байқамаған Моника оралып Томасқа жақындай бастайды. Ребекка болса бұның бәрін үндемей тығылып бақылап отыр. Келесі күні Томас жіппен ойнап Ребекканы сүйе бастайды. Кенеттен ол басын әйелдің свитерінің ішіне сұғады. Жігіттің бұл қылығына түсінбеген Моника үйге кетіп қалады. Түнге таман Ребекка қалай олардың жақындасып жатқанын естиді. Моника күн өткен сайын Ребекканың неге онымен сөйлеспейтініне ренжи бастайды. Бір күні оларға Жулит келеді. Ол таңғалыспен Томасқа қараумен болды. Ал жігіттің өзі ештеңені түсіне алар емес. Кейін ештеңе деместен кетіп қалады. Томастың бұл әйел кім болады деген сұрағына Ребекка жауап қатпайды. Томас Жулит жайлы сұрақтарымен Ребекканы мазалаумен болды. Ребекканың үнсіздігі жігіттің әбден зығырдағын қайнатты. Тіпті жүйкесі сыр беріп, ыдыстарды лақтыра бастаған жігіт сол әйелді білетін секілді сезімде. Ваннаға кіріп алып, Ребекка мен Мониканың есікті аш деген сөзіне мән бермей, ваннадан шықпай бірнеше сағат жатады. Сол кезде Моника өзінің кететінін айтады. Қызығы жігіт оны тоқтатпады. Болып жатқан оқиғалар жігіттің жүйкесіне тие бастағасын Ребекка шындықты ашайын деп шешеді. Ол нағыз Томастың ноутбугын алып келеді. Өзінің биологиялық ата-анасының және өзінің нағыз көшірмесінің бейнелері мен суреттерін көрген Томас бәрін дереу түсінеді. Эмоциясы басына шапқан жігіт Ребекканы ұстап алып оны кереуетке лақтырады. Жылап жіберген жігіт өзіне қорқынышты екенін, өйткені өзінің және оның кім екенін білмейтінін мойындайды. Оны тек бір ғана нәрсе толғандырады, не үшін бұны Ребекка жасады. Ребекканың өзі ештеңеге өкінбейді. Осы сәтте екеуінің арасында интимді жақындасу орын алады. Бәрі аяқталған кезде Ребекка мұңды күлкісімен барлық заттарын жинап кетуге дайын отырған Томасқа қарап отырады. Қоштасарында өз рахметін білдіріп, анам демей Ребекка дейді. Осыдан кейін Томас ол жерді тастап кетеді. Осы жерден фильмде аяқталады. Егер осындай видеоларды жиі көргіңіз келсе, каналға жазылып лайк басуды ұмытпаңыз. Қоңыраушаны қосып қойыңыз. Сіздермен бірге болған кино айтушы.